Енді Азамат, ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Енді сіздің курсыңыз жалпы Теміртау қаласында ең танымал курс, иә? Және жақында қала әкімінің орынбасары қонаққа келіпті. Иә. Жалпы естіп жүрміз, көріп жүрміз, оқушыларыңыз да өте көп. Барлығы мақтап жатыр. Енді сіздің басқа курстардан ерекшелігіңіз қандай? Қандай әдістер қолданасыз? Негізі мақтау үшін рахмет көп. Расында да жақында бізге қала әкімінің орынбасары келіп кетті. Ерекше методикамызды көріп бағалап. Енді мен өзім шетелде оқып жүргенім үшін әлі оқып жатырмын ол жақта. Сол себепті бізде сәл СНГ мемлекеттерінен қарағанда, алдыңғы методикадан қарағанда шетелдің методикасы көптеп қолданылады. Бұл нәрсені негізі үйде бастаған кезімде де көп адам андай түсінбеушіліктер болмаған емес, болды. Сәл ерсі көрінді біздің қоғамға осы нәрселер. Кейін қазірде өзіңіз де білесіз, социальный сеттер бізде қатты дамып жатыр ғой. Инстаграм, тиктоктарда жастардың тілімен айтқанда вайн дейді. Күлкілі әдістерді қолданады. Сабақта көбіне сондай методикаларды қолданамыз. Сабақтарыңызда, жаңағы курстарыңызда тәжірибе көп қолданасыз. Басқа жаңағы адамдармен, тұлғалармен сұхбаттасу ретінде. Осыны өзіңіз ойлап таптыңыз ба? Қайдан алып келген дүние бұл? Бұл енді негізі ойлап табылғанда бұл нәрсе әр курста болу керек деп ойлаймын. Өйткені жазбаша үйренген жағдайда да ол бәрібір адам өзі сөйлеп білмесе, ол нәрсе бәрібір не болып тұрады да, тілді үйренді деп айта алмайды ол адам. Сол себепті енді қазір біраз таныстарымыз бар. Өзім негізі мамандығым переводчик, аудармашы болған үшін көптеген мемлекеттерде таныстарым бар. Олармен оқушыларға кездестіріп, былай сөйлесіп тұрамыз. Мысалы, өзіміздің қаламызда да, Қарағанды облысында да, мысалға, Индиядан келген студент жігіттер көп, мысалға. Олармен де кездесіп сөйлестіріп тұрамыз. Бұл нәрселердің бәрі тек оқушылардың пайдасы үшін ғана. Сабақтан тыс кездесетін уақыттарымыз да болады. Кейін және осы ағылшын тілін үйреніп жатқан бүткіл үлкен жастағы, кіші жастағы оқушыларға мен сленгтерді үйреткім келеді. Сленг дегеніміз, яғни акцент бөлінеді ғой. Ағылшын, Америка, Великобритания болып. Сол нәрселерді үйрету үшін ойлап табылған дүние. Ол нәрсе үшін бізде ешқандай бір қызмет ақы алынбайды негізі. Бұл курстың өзінің несі, программасының ішіне жатқызылады, кіріледі. Енді жалпы басынан бастасақ. Жалпы бұл жұмысты қалай бастадыңыз? Курс ашу идеясы қайдан келді? Неге именно Теміртауда? Мен өзі негізі Қазақстанға көшіп келген кезінде Германияға кеткен болатым. Сол жерде кейін мен барған кезде дүние жүзінде коронавирус басталып кетті ғой. Сол кезде 3 айлық қонақ визасымен барып, тағы 3 айға кеткен болатымыз. Сол арада оқуға тапсырып, кейін қайтып келгенімізден кейін заочный да ол жақта оқимыз. Қайтып келген кезімізде сол көршіміз анам айтқан болатын. Балаңыз шетелден келіпті, ағылшын тіліне көмектессін, бағалары дұрыс болмай жатыр деп. Сол бір бала, 2 бала болды, 2 бала, 3 бала болды. Кейін үйге бір шағын, осындай бір 10-15 оқушыға деп арнап істеген болатынбыз. Бір қарасақ 100-ден көп болып кетті. Оқушы саны тез көбейді. Кейін офис ашқан болатынбыз солай. Бұл негізі бір алдын ала пландастырылған жұмыс болмаған негізі. Яғни басқаларға қиындық тудырған коронавирус сізге жаңа жол ашты. Иә, жаңа жол ашып келді маған. Шетелде сол өзім ойлағаным, сол қайтып келгеннен кейін мен тағы кету керек тұғымын негізі. Бірақ Теміртауда енді осындай Алланың бұйырғаны болды да маған. Кейін Қарағандыдан да есігімізді айқара аштық. Иә, жаңа Қарағанды демекші, енді осында аштыңыз. Қай жылы аштыңыз осы Теміртауда? Теміртауда 2021 жыл 14 июльде басталды бұл нәрсе. Негізгі процесс солай болды. Ал Қарағандыдан қалай аштыңыз? Қарағандыдан да ашудың бір керемет бір несі болған. Ол нәрсеге мен кейде оқушыларыма да айтып беріп осылай күліп отырам. Бір досым болған. Әлі де бар, ол кісімен араласып тұрамыз. Просто кездесіп тұрамыз біз кейде енді дос болғаннан кейін. Сол кезде как раз бізде 45 ықшам ауданы бар ғой, жаңағы. Сол жерден түскен кезімде айтқан болатында, мына жерде бір здание бос жатыр. Кабинет, здание емес, кабинет. Сол жерде көрейікші деп еді, маған ұнап қалды сол жер. Қаланың центрі екен, қала әдемі көрініп тұратын. Кейін мен осы жерден курс ашам деп қалдым. Мен өзі
тәуекелшіл адам, көп ойламаймын. Маған ұнаса болды, мен соны істейтін адаммын негізі. Мың рет ойланып, ондай қатты нем жоқ та. Ұнады, сол жерден аштым, бірақ Қарағандыда бірде-бір танысым болмаған, сөздің шыны керек, ешқандай. Бірақ Алла тағала тағы да өзінің құдіретін бұл жерде көрсетті маған. Оқушы саны жиналды, жаңа методикамен. Қарағанды енді бөтен қала, таныс болмағасын, қорқыныш болмады дедіңіз. Ал жаңағы балаларды жинау қиын болған жоқ па? Балаларды жинау қиын болған жоқ. Бізде курс ашылғаннан кейін ешқандай таргет ештеңе жіберген жоқпыз. Просто осы Теміртаудағы енді бәрі өзіміздің бұл жерде де қазақилығымыз көп маған көмектеседі. Мысалға, біреудің жиенінің баласы, біреудің нағашысы деген сияқты таныс арқылы солай жиналып кетті. Мен Аллаға шүкір осы Қарағандыда да, Теміртауда да осы күнге дейін бір таргет жіберіп рекламалар жасамағанмын негізі. Бүткілі жанды өзіміздің қазақилықпен келген нәрсе. Біздің қазақ өзі халқы сондай ғой, жақсыны айтады, жаманды жасырады деген сияқты да. Енді Азеке қараңыз, қазір балалардың ағылшынға деген қызығушылық артып келе жатыр. Енді бір сұрақ, балалар не үшін оқиды? Қандай мақсатта оқып жүр? Негізі жақында ғана осы сұрақ бойынша бізде курста бір сараптама жүргізген болатынмын да, жеке өзім басым. Мен әр аптада болсын, әр күнде болсын оқушылардан не ұнайды, не ұнамайды сондай сұрап тұрамын да, ата-аналардан да. Оқушылардың ниетін білемін. Барлығының ниеті сол шетелде оқу, халыққа келешекте қызмет ету, жақсы жұмыстарда жұмыс жасау. Енді ағылшын тілін үйренуімізден бір себеп, бұл нәрсе қазіргі таңда жастардың бүткілінің желаниясы ашылып жатқан себебі, оны мойындау керек. Енді біреуге қатты ауыр тиіп кетсе мен кешірім сұраймын алдын ала. Шетелге шыққан адам, бізде мен шетелге өзім шыққанмын, кәсіптестерім де бар. Ағылшын тілін білмеймін десе басқаша қарайды. Қалай ол деген сияқты да. Ол несовременный болып есептелінеді деп ойлайды олар ол нәрсені. Ағылшын тілін білген пайдасы сол жаңағы шетелдіктермен де мемлекетке де үлкен көмек етеді деп ойлаймын да. Яғни ағылшын тілі тек қана шет елдермен байланыс ретінде, ал Қазақстанның ішінде ше керек? Қазақстан ішінде де керек. Мысалға өзімізде қазір ұбт тапсырып жатқан, ент тапсырып жатқан жастарымыз көп мектептен кейін. Мысалы Қарағанды қаласындағы Каргу Букетов атындағы университетте осы именно ағылшын тілі саласына кіру проходной баллы 55 балл. Ал бізде егер ағылшын тілін оқып IELTS деген программамыз бар, естіген боларсыз. Соған тапсырып 6-да 5 балл алса, 45 балл льгота береді. Бұл деген сөз, жаңағы 10 балл енді оқушы басқа пәндерден тест тапсыру керек деген сөз. Бұл өте үлкен жақсы льгота деп есептеймін. Яғни мектеп оқушылар да көп келеді. Мектеп оқушылар да көп келеді, универдегі оқып жатқан оқушыларымыз да көп келеді. Мен өзім профессионал дәрежеде қабылдаймын. Жаңағыдай бізде определенный не жоқ, мынандай жастағылар деген сияқты бүткілін профессионал дәрежеде қабылдаймын. Көп мемлекет қызметкерлері де келіп оқиды негізі. Бізде мұғалімдер де оқиды. Енді мынау алдыңызға жайып қойған кітаптарыңыз қандай ерекшеліктері бар? Сосын сіздерде курстарда бөлінетін шығар, қандай деңгейлерге байланысты, соны айтып кетсеңіз, қанша уақыт оқиды? Мысалы, мен жаңадан келдім, мен сізде алғашқы этаптарды қайдан аламын, қанша уақыт аламын? Одан кейін келесі этаптар қалай бөлінеді деген сияқты түсіндіріп кетсеңіз. Ағылшын тілінде бірінші деңгейден 6-шы деңгейге шейін бөлінеді. Beginner'ден бастап advanced дәрежесіне шейін. Ол деңгейлер, яғни полный ағылшын тілін үйреніп шығады деген сөз емес. Яғни бізге Великий Британияның, ол Британияның берген программасы. Яғни ол деңгейді бітірсе, уже сөйлей алады деген сөз да, жалпы айтқанда біраз біледі. Енді тілдің өзі де тілдерге бөлінеді, Арман. Сөздің шыны керек. Мысалға, бір тілде үйренгеніңізбен бәрі оның ішінде медицинский язык болады, технический язык болады. Бұны түсіну керек деп ойлаймын да. Ал жаңағы біздің берген программасы бірінші дәрежеден 6-шы дәрежеге шейін бұл күнделікті өмірде қолданылатын сөздеріміз, былай сөйлеп білеміз деген сөз да. Ал енді ол әрбір деңгейді жаңа 6 деңгейде жатырмын ғой, әрбір деңгейді 6 айға берген бізге. Яғни бұл деген сөз сіз 6 айда үйренесіз деген сөз емес. Ол программа солай берілген. Кейбір оқушыларымызда болды, сол 4 деңгейді 9 айдың ішінде аяқтады. Ол енді мысалы 2 жылдық нәрсені 9 айда бітірді деген сөз үлкен рекорд қойды. Біраз. Ал енді кітаптарымызға келетін болсақ, бұл кітаппен негізі бірінші басында мен өзім үйренгенмін. Негізі.
бұл кітапта мысалға ешқандай қазақша немесе орысша басқа тілдегі сөздер жоқ, тек ағылшын тілінде. Бұл дүние жүзіндегі ең көп сатылған кітап болып есептелінеді. Бұны мысалы Реймонд Мерфи деген адам жазған. Енді бізде мысалға өзіміздің дінімізде кітабымыз Құран деп атаймыз ғой. Ағылшындардың кітабы енді осы Мерфи деп кейде өздері ауызша тілде халық айтып жатады да. Біздегі енді мысалға мектептегі жаңағыда басқа кітапханаларда сатылып жатқан кітаптарда көбіне байқасаңыз, бірінші бетін ашып қарасаңыз, Алматы қаласы мынандай жыл деп жазылған болады. Яғни бұл деген сөз Алматыда отырған сіз бен мен сияқты қазақша аудиториядағы адамдар ол ағылшынша кітап жазды деген сөз. Сол себепті де бізде процесс аз, что балалар сол мектептен үйрене алмай осындай курсқа келіп жатқан себебі де сол негізгі. Енді қараңыз, жаңа айтып кеттіңіз, ешқандай қазақ тілі жоқ, орыс тілінде жоқ деп. Қандай деңгейді бала меңгеру керек осы кітапты жаңағыдай дайындалып оқу үшін? Негізгі бұл мысалға мұнда жазып қойған мінекей. Book for elementary students of English, яғни elementary бұл екінші дәрежедегі оқушыларға. Яғни мысалға санауды білген, былай оқуды білген оқушы, енді 100% болмаса да былай әріпке әріпті қосып оқи алатын оқушы бастай берсе болады бұл кітапты негізі. Бұл екінші дәрежедегілерге, мынау төртінші дәрежедегілерге. Кейін алтыншы дәрежедегілер кітабымызда бар, ол электронный вариантта. Енді тағы бір сұрақ, жаңа мектеп деп кеттіңіз. Қазіргі мектеп программасында барлығымызға оқытты ғой ағылшын тілін. Қаншама бүкіл теміртаулық оқушылар ағылшын тілін оқып шығады мектепте. Бірақ оның басым бөлігі жаңағыдай меңгермейді ағылшынды. Қандай қателік бар? Енді бірінші орында бұл енді мектептің жаңағы бізге қойып берген программасына бірінші орында. Кейін екіншісіден мектепте енді баланың қатты оқу маңыздылығы не деп есептеймін. Мұғалімдерге де мысалға ол бір біз енді өзіміз жеке мойындау керек, ақша алып оқытқаннан кейін ол нәрсені біз шығарғымыз келеді. Бізден требование күшті, сұрау күшті. Енді мектептерде ондай нәрсе жоқ, яғни жаңа айтқанымдай мектептегі программалардан да азғантай не бар да. Жаңа айтып өттім ғой, Алматы қаласында жазылып жатыр кітаптар. Ол деген сөз мысалы біздің қазақ тілімізді бір Францияда отырған бір француз адам жазып беріп жатыр деген сөз. Яғни қазақша білетін француз адам. Енді ол жерде бәрі мен ойлаймын, қандай да бір не болып тұрады. Мысалы, біздің кітаптарымызда, программаларымызда ағылшын мамандары жазылған. Яғни Оксфорд университеті тарапынан жазылған да. Мектептерде де сол жаңағы үйренбей жатқан себептері сол программадан да болуы мүмкін. Себептері көп. Мен тек көзге көрінген маған түсінікті нелерді ғана айтып жатырмын да. Екіншісі сол жаңағы баланы қатты бір несі ответственность жоқ болғаннан кейін деп есептеймін негізі өзім солай. Енді балаға да жақсы ағылшын тілін үйрету үшін мұғалім де жақсы білу керек та, бірінші орында мысалға. Бірінші орында өзі біліп тұрса, ол нәрсені үйретуде өте оңай болады да мысалға. Енді бір естуім бар, сізге тіпті мектеп мұғалімдері де келеді. Келеді. Оларға не үйретесіз? Олар енді көбіне жақында жаңа айтқанымыздай карантин көп адамға несін жұмысын артқа тартты ғой. Олардың оқулары жабылып қалған, дұрыс үйрене алмай қалған. Мысалға жоғары оқу орындарында немесе жаңа сіз сұрағандай деңгейлерге бөлінеді ғой ағылшын тілі. Біреу 4-ші дәрежеде қалып кетеді, біреу 5-ші дәрежеде. Сол дәрежені толықтыру үшін келеді, что көбірек үйренейін деген сияқты. Кейін көп адам менің методикама қызығады, сол методиканы бізге алыңыз деп та. Бірақ енді өкінішке орай бізде мысалға мемлекетімізде ғылым министрлігі бар, мысалға өзімізге жараса мектепте жаңағындай педагогика нелері бар, салалары бар. Менің методикамды мектепте қолданып болмайды. Өйткені ол ерсі көрінеді. Мысалға мектепте қатты қолдануға болмайды да. Мектептің өзінің тәлім несі бар ғой, тәрбиесі бар ғой. Енді бізде жеке курс болғаннан кейін ол нәрсені мен қолдана аламын. Енді ерсі көрінеді дейсіз ғой. Қандай ерекшелігі бар? Жаңа айтқанымдай, қандай қызықтары бар? Қызықтары оқушыларымызға бірінші орында мен комфорт зонасы дегенмін. Бірінші орында. Мен өзі басты ниетім оқушылар осы мен курсыма келген кезінде осы қуанып келсе екен деймін. Мысалға мектепте де сізді мен де оқыдық, таңертең бармай-ақ қойсақ еді, мұғалімнен сұрана салайыншы деген сияқты болатын еді. Мен оқушыларым ондай емес. Бізде бірінші орында комфорт зона жасалынады. Кейін мен оқушыларыммен как өзім ересек адам сияқты сөйлесе аламын. Кейін сабақтарды әзіл түрінде өткіземін. Мысалға қабағымды түйіп алып жазыңдар, числоны жазыңдар деген нәрсе, ол нәрсені мен істей алмаймын. Оқушылар просто кейін тағы да бір нәрсесі
бізде арнайы бір форма жоқ мектепке киетін, мысалға ақ көйлек костюм шалбар кимейміз, әркім өзінің қалаған несінде келеді. Яғни кәдімгідей үйінде отырып шай ішіп отқан секілді. Солай сезінсін дейміз. Ағылшын тілін әңгіме айтып отқан сияқты жай ғана бір-бірімен. Енді дүние жүзіндегі психологтарды да қарасаңыз, бүткіл айтады да, даже адамның киімі де жалпы отырысына әсер етеді екен. Бұлай қарап отырсақ та, мысалға, ол еркін сезіну керек адам өзін. Мен еркіндікке үйретемін көбіне. Енді тағы бір сұрақ. Ағылшын тілін енді үйреніп жүрген адамдарға, мысалы, үлкен кісілерге, жастарға болсын, қандай бір жаттығулар, үйде қолданатын бір әдістер бар ма? Әдістер бар. Бірінші орында, мысалға, барлығымыз музыка тыңдаймыз. Оны мойындау керек. Сол қазіргі интернет заманында любой музыканың несі болады да, тексті болады Google-да. Хотя бы соның переводына бас қатырмай болсын, просто сөзін жаттап айтып жүрсе де, хотя ағылшынға қызықпайтын адамда былай. Енді үйренгім келеді, бірақ уақытым жоқ дейтіндер мысалға. Соны айтып қайырмасын болса да жаттап алса, бұл нәрсе келешекте өзінің несін береді. Сонда ол тілді жаттықтыра ма? Тілді жаттықтырады. Айтпақшы акцент, иә? Акцентті жақсартырады. Ол нәрсе. Енді жоспарыңыз қандай? Қандай пландар бар? Алдағы жақын болашаққа, алыс болашаққа? Жақын болашақта оқушы саны көбейіп бара жатыр күннен күнге, Аллаға шүкір. Бұл кабинетке сыйдыра алмаймыз. Қазір қанша оқушыңыз бар? 250-ден астам. Теміртау қаласында. Ал облыста? Қарағандыда 100 шақты оқушымыз бар. Онлайн оқитын оқушылар бар. Ең ауырлығы, что бәрін өзім оқытам. Ешқандай көмекшім жоқ. Даже SMM мобилограф дейді ғой, ондай нелер де жоқ. Бір өзім оқытам. Бәрін үлгеремін. Сол алдағы планым осы Теміртау қаласы мен Қарағанды қаласынан американский школа ашқым келеді. Ол американский школаның ерекшелігі оқушыларға бұдан да үлкен мүмкіншілік пайда болады. Яғни әрқайсысында жеке-жеке шкафтар, сабаққа келген кезде школаға ашпақшы дейді ол нәрсені. И сабаққа ешқандай жаңағындай бір требованиелер болмайды. Алдағы уақытта бұл нәрсенің бәрі планында бар, что оқушыларды сол шетелге қазір оқып бара жатыр ғой. Мен қалаймын сол нәрсені осы Теміртаудан осы нәрсені оқып, шетелге барған кезде еш нәрсеге таңғалмаған осы оқу процесінде. Что осы жерден көріп, жаңа бізде көп оқушылар айтады ғой, Қазақстанда жоқ осы нәрсе дейді ғой, сондай болмаса екен деймін. Бізде болса деп ойлаймын осы нәрсе, қаламызда именно. Бізде бар еді бұл нәрсе деп тұрғанын қалаймын да, шетелге барған кезде де. Енді үйренгісі келіп жүрген, жаңағы курстарға баруға батпай жүрген балаларға не айтасыз? Енді ондай оқушыларымыз жоқ емес, үлкендерде де бар, ересектерде де бар, бірақ ол нәрсені мойындау керек. Қазір арман білім бәрібір қазіргі заманның батыры білімді адам болып есептелінеді да, осы сөздің ішіне керек. Бір ағылшын тілін біліп, өзінің тұрмыс тәрісін өзгертіруге де болады негізі. Мысалы, жаңа айтқанымдай, кез келген ауылда болсын, қалада болсын тұрғындары, мысалға, тек осы ағылшын тілін оқып, мысалға, осы кітап 4-ші деңгейге арналған, например, менің қолымда. Осы кітапты аяқтап, осы кітапқа жауап бере алатындай болатын болса, жаңа IELTS деген программаға тапсырғаннан кейін IELTS-тың программасы, мысалы, сертификат береді. Сертификат ол бөлінеді, мысалы, біреу жұмысқа, біреу оқуға деп бөлінеді. Шетелдегі 80% университеттерге, мысалға, тапсыруға болады. Есігін айқара ашып қойған. Мысалы, өзіміз білетін Франция мемлекетінде олардың жоғары оқу орындарында ақша талап етілмейді. Тегін оқиды, мысалға. Тегін бір информация, мысалға. Чехияға барып оқып келіп жатыр оқушылар. Соларды оқып келіп, отанға қызмет етсе, меніңше үлкен процесс болады да бұл нәрсе. Тұрмыс тәрізінде жоғалады. Біздің енді бұл осындай мүмкіншілікті енді пайдаланбағаннан кейін енді мен білмеймін, басқа ештеңе деп айта алмаймын. Өйткені бізге айтып жатқан жоқ, бір химиядан жаңағы суды араластырып бір нәрсені істе деп та, тек ағылшын тілі сөйлеу керек болды, үйрену керек.